Мен Жезқазған қаласының жоғары медициналық колледжінің 122 емдеу ісі тобының бірінші курс студенті Әбдірашит Аюлымын. Күні бүгінге дейін мен кітапханалардан қол үзген емеспін. Электрондық почта арқылы кітап алып оқыдым. Оқыған кітаптарым Ілияс Жансүгіровтің «Құлагер» поэмасы, Ғабит Мүсіреповтің «Ұлпан» романы, Тахауи Ахтановтың «Шырағың сөнбесін» романы, және Сәкен Сейфуллиннің «Тар жол тайғақ кешуі», Қарағанды романы, Шолпанның күнәсі, және тағы басқа көптеген кітаптар оқыдым. Кітаптар өте қызық болды. Солардың ішіндегі маған қатты ұнағаны ерекше Әбдіжәміл Нұрпейісовтің «Қан мен тер» трилогиясы. «Қан мен тер» трилогиясы Ымырт Сергелден Күйреу атты 3 кітаптан тұратын шығарма. Бұл трилогияда Арал теңізі жанында өмір сүретін балықшылар туралы айтылған. Бұл Арал теңізі жанында тіршілік еткен қазақ халқының революция кезіндегі тұрмыс салты, күн көрісі, сол уақытта болған қырғындар, орыс басқыншылығы туралы баяндалған. Трилогияның ең бастапқы кітабы Ымыртта ең басты кейіпкер өршіл мінезді Иламанды көреміз. Иламан өзі қарапайым балықшы. Оның бар уайымы 2 қабат әйелі Ақбалада еді. Иламан қазандық балық үшін балықшылармен бірге ызғарлы күнде мұз үстінде балық аулап жүрген жігіт. Ол Қаратаз деп атайтын Құдайменді байдың қорлығына шыдамай шес көрсетіп балықшылардың арасына кетіп қалады. Сөйтіп оның барлық өмірі сол кезде күрт өзгеріп, кездейсоқ өзгеріп кетеді. Просмелдің қожайыны шодыр балықтарды балық аулау үшін әлі қата қоймаған теңізге балықшыларды айдап салады. Оның істегеніне Иламан кіжініп, Иламан суға кеткен балықшыларды ойлап келіп, тентек шодырды сүймемен өлтіреді. Ал трилогияның 2-ші кітабы Сергелден қазақ даласындағы ақ патша құлап, қос үкімет орнаған кездегі әлеуметтік қайшылықтардың ереуілін көрсетеді. Иламан бұл жерде түрмеге қамалған, соғысқа қатысқан, кейін Шалқарға келіп теміржолға жұмысқа тұрған, біраз дүниені көрген болатын. Иламан содан соң ауылға келіп теңізді емденіп ау салдыртпай жүрген Темірке мен Тәңірбергенге қарсы тұрады. Тәңірберген осы трилогиядағы бітімі бөлек кейіпкер. Ол жағымсыз кейіпкер. Ол балықшылардың ауылын 2-ге жарып, бір-бірімен араздырып қояды. Және оның келбетін, қатыгездігін толықтыра түсетін жері ол Ақбалаға жасаған қиянаты. Оны күйем, сүйем деп алып қашып, одан соң оны баласынан айырып, оған қатыгездік істегені осы оның келбетін толықтыра түсіреді. Қандай жағымсыз кейіпкер екенін көрсетеді. Және осы трилогияның соңы осы кімнің? Тәңірбергеннің монологымен аяқталады. Романда бұл кейіпкерлерден басқа жағымды Кәлен деген кейіпкер бар. Сүйеу, Айғаным, Мюльгаузен және Қарақатын деген ол осы трилогия басталғанда осы Қарақатын сөзімен басталады. Қарақатын өзі ұрысқақ, ашушан және Ақбаланы жақтырмайтын, оған өшігіп алған келіншек. Трилогия өте қызықты, оқысаңыздар. Маған өте ұнады.
Біз сіздерді осы кітап оқуға шақырамыз. Біз біргеміз, біз үйдеміз.